Саламатсыздар ма, 4-ші сынып білім алушылары? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы өткенді қорытындылау. Оқу мақсаты көп таңбалы сандарды жазбаса қосу және азайту алгоритмдерін қолдану. Ұзындық, масса, аудан, көлем, уақыт өлшем бірліктерін олардың арақатынаса сүйеніп өрнектеу. Балалар, өткен сабақтар бойынша қорытындылау мақсатында тапсырмаларды орындаймыз. Ендеше экранға назар аудара қояйық. Сабағымызды ширатудан бастайық. Шартты белгілерге назар аудара отырып, дәптеріңе әр қала атауының тұсына тұрғындар санын жаз. Тапсырма түсінікті болса, орындай қояйық. Енді балалар, жауаптарымызды экрандағы жауаптармен салыстырайық. Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалалары бойынша тұрғындар саны 1 миллионнан астам. Ақтөбе, Қарағанды қалалары бойынша 400 мыңнан 599 мың 999-ға дейін. Павлодар, Семей, Тараз, Өскемен қалалары бойынша 300 мыңнан 399 мың 999-ға дейін. Атырау, Орал, Петропавл, Қостанай, Қызылорда қалалары бойынша тұрғындар саны 200 мыңнан 299 мың 999-ға дейін. Көкшетау, Екібастұз, Ақтау, Талдықорған, Түркістан, Рудный қалалары бойынша тұрғындар саны 100 мыңнан 199 мың 999-ға дейін. Зайсан, Степногорск, Жаңаөзен, Арқалық, Алтай қалалары бойынша тұрғындар саны 99 мың 999 адамға дейін. Өте жақсы балалар, жарайсыздар. Енді экрандағы бірінші тапсырмаға назар аудара қояйық. Мәтінді оқы. Ондағы сандарды көсеу ретімен жаз, қорытынды жаса. Қай мемлекеттердің екі ірі қаласының арасы бір-бірінен қашық орналасқан? Нұрсұлтан қаласынан Алматыға дейінгі арақашықтық теміржол бойынша 1354 километрді, автомобиль жолымен 1200 километрді құрайды. Стамбулдан Анкараға дейінгі арақашықтық 450 километрді, Нью-Йорктен Вашингтонға дейінгі 220 километрді, Сиднейден Камбераға дейінгі 300 километрді құрайды. Пекиннен Шанхайға дейінгі арақашықтық 1318 километр. Тапсырма түсінікті болса, орындай қояйық. Енді олар жауабымызды экрандағы дұрыс жауаппен тексерейік. 228 километр, 300 километр, 450 километр, 1200 километр, 1318 километр, 1354 километр. Ең ірі екі қалалардың арасы бір-біріне қашық орналасқан мемлекет ол Қазақстан. Осы тапсырманы орындау барысында көп таңбалы сандарды оқыдыңыздар, өсу ретімен жаздыңыздар және ірі қалалардың ара қашықтығын ажыраттыңыздар. Жарайсыздар балалар. Енді екінші тапсырмаға назар аудара қояйық. Уақыт өлшем бірліктерін есімізге түсіре отырып, амалдарды орындайық. Тапсырма түсінікті болса, орындай қояйық. Жақсы балалар, енді дұрыс жауаптарымызды экранмен салыстыра қояйық. 9 тәулік 2 сағат
пен 6 тәулік 9 сағаттың айырмасы 65 сағат. 13 жыл 8 ай мен 5 айдың қосындысы 169 ай. 9 сағат 20 минут пен 6 сағат 40 минуттың айырмасы 160 минут. 5 тәулік 8 сағат пен 9 тәулік 46 сағаттың қосындысы 390 сағат. 10 сағат 15 минут пен 12 сағат 45 минуттың қосындысы 1380 минут. 5 апта 3 күн мен 3 апта 6 күннің айырмасы 11 күн. Осы тапсырмада балалар, уақыт өлшем бірліктерін, үлестерін ажырата білдіңіздер, амалдарды қатесіз орындадыңыздар. Өте жақсы, жарайсыздар. Ары қарай 3-ші тапсырмаға назар аударайық. Сен зерттеушісін айдары бойынша ойланып жауап бер. Марат ағай Әлиядан 15 жас үлкен, ал өзінің әпкесінен 5 жас кіші. Үшеуін жасын қосқанда 65 жас болады. Марат ағайдың жасы нешеде? Тапсырма түсінікті болса, орындай қояйық. Жақсы, жарайды. Енді жауаптарымызды тексере қояйық. Марат ағайдың жасы 25-те екен. Әпкесі 30 жаста, Әлия 10 жаста екен. Осы тапсырманы орындау барысында жастарын ажыраттыңыздар, жауаптарын таңдадыңыздар. Жарайсыздар, өте жақсы. Келесі тапсырма, 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Математика күнделікті өмірде айдары бойынша тапсырма орындай қояйық. Ас мәзірін қара. 3 түрлі тағамнан түскі ас ішудің қандай нұсқалары бар және олар нешеу? Мүмкін болатын нұсқаларды жазып, теңгемен ең арзан және ең қымбат түскі ас нұсқасын анықта. Ас мәзірі. Бірінші тағам сорпа 380 теңге, кеспе 240 теңге. Екінші тағам қуырдақ 260 теңге, қазақша ет 420 теңге. Сусындар 1 кесе қымыз 150 теңге, 1 кесе шұбат 200 теңге. Тапсырма түсінікті болса, орындай қояйық. Жақсы балалар, енді жауаптарымызды қарай қояйық. Теңгемен ең арзан кеспе және ең қымбат қазақша ет түскі ас мәзірі. Сусындардан ең арзаны қымыз, ең қымбаты шұбат. Өте жақсы, жарайсыздар. Үйге тапсырма нөмірі 8-ші есеп, 65-ші бет. Оқушылар, сіздерге барлығы түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.